Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Taala'nın selamı, rahmeti, bereketleri sizlerge barlığımızga jausun, hürmetli dostlar. Mına kasiyetli Ramazan ayı kut bereketimen basımızga Allah Taala'nın nuraniyetin, ruhaniyetin jaudurup kulçuluklarımızды istep jatırmız. Al endi Kadir tünümüne tayap kaldı. Ramazan aytı kele jatır. Nur üstüne nur deymiz goy. Osu Ramazanda mine tagı bir aytımız, tagı bir meyramımız. Navruz kutlu bolsun hürmetli dostlar. Navruz, yani жаңа күн. Бұл неге қашан аталdı? Kur'an'ın aytığı boyunca Nuh aleyhisselamның kemesi күнмен түннің теңелген осы күні судың барлығы қайтып кеме қонды жер бетіне бір таудың үстіне. Әл-Жудийе дейді Құранда. Наурыз туралы менің бұрынғы бір уағызым бар, сондықтан қайталамай қояйын. Ол аяттарды да қайталамай қояйын. Ол туралы жаңағы Нух пайғамбардың екінші адам деп аталуы, адам атадан кейін Алла Тағаланың бұйрығы бойынша барлық елдің бәрі сенбейтіндер, кәпірлер, мүшриктер, дінге қарсы болғандардың барлығы судың астында қалғанда Алла Тағала кеме жаса деп құтқарған Нух пайғамбардың бір кемедегі 80 кісі ғана құтылып, қайтадан жаңағы күзде кеме жүзе бастады. Күн мен түннің теңелген осы күні, көктемнің шыққан күні жер бетіне тарап қайтадан көбейе бастады. Білесіздер, Нух алейхисаламның кемедегі 3 ұлы Хам, Сам, Яфес, яғни Жаппас барлық түркі елдердің атасы болып аталған, сол заманнан бері келе жатқан оқиғалар. Алла Тағаланың көктемді жаратып, гүлдендіріп, жаңа бір өмір бағыштауы, одан жаз болуы, одан мұғжиза керемет. Күз болуы, ода мұғжиза керемет. Қыс болуы, ода мұғжиза керемет. Барлығына Алланың мұғжизалары дейміз. Біз уақытымызды, заманымызды, өткен ғасырымызды, өмірімізді ойлаймыз да, барлығы үшін әлхамдулилlah деп шүкіршілік етеміз. Ата-бабамыздан бері, бұрыннан бері келе жатқан жаңа күн, яғни күн қайтадан жаңа басталды міне деген күні осы оразаға сәйкес келіп отыр. Оразаның соңғы мына Қадір түндерінің басталған күндері. Жақында Қадір түнін құттықтаймыз, бірақ 20-сынан бастап әркім өзі жеке-жеке бүгін Қадір түні, осыдан былай қалған айтқа дейінгі түндердің барлығын Қадір түніндей құттықтайыншы деп құттықтауға рұқсат берілген. Пайғамбарымыздың сүннеті де жолы да осы, ғұлама ғалымдардың, әулиелердің жолы да осы. Бірақ барлығы мемлекет болып, ел болып, айдың барлық мұсылмандар 27-ші түні, яғни 26 Рамазанды 27-ге қараған түні, Қадір түні деп бірге құттықтайды. Ал енді Алла Тағала осы Рамазан айының, Құранның, Қадір түнінің, Наурыздың, айттың сыйлығы деп, ораза айтының құт берекеті болсын деп сіздерге дайындаған бір уағызымды жеткіземін. Кім-де-кім иман етсе Алладан басқа илах жоқ деп, Мұхаммед Алланың елшісі деп сенсе, жаннатқа кіруіне болар себеп. Тозақтан қорғайды Алла Тағала жаһаннам азабынан, иманы қорғайды оны Алланың жазасынан, ғазабынан. Ширк қоспай
İman etүү gerek, Allah'ın serigi yok. Bir Allah, odan başka Huday yok, başka Tenir yok. İman etken mümin amalın jasaydı gıybadatin. Bir Allah'a gana kulçuluk etkende körödü galamat gajayıbatın. Rahmetin jawdurad Allah, nimetlerin bereketin. Bir jaksılıkka 10 savap, 100 ese 1000 ese beretinin. Yılına Ramazan ayın Kadir tünün bergen siyaktı, aptasına Cuma günün kasiyeti tündörün berdi 5 vakıttı. Künnün kasiyeti, tünnün bereketi, tаңның savabı, musulmanlar üçün öte tabıstı mine Kur'an'ның cevabı. Tünnün bir vağında turup, dua kıl, kulçuluk et, dep buyruk berdi Allah, ömür boyu halkka hizmet et. Peygamberimizдің mına үйrötken təsildermen, okusan dua tileklerinde, tesbih zikirinde öte beresin, öse beresin, er garay öse beresin sen. Aydın, aptanın, kündördün, yıldın, vakıtların kütbeyak, okugan gezde tabasın tabıslarındı öte tez sondayak. Bugünkü sabahımızda Peygamberimizдің үйrötken zikir tesbihleri jetkizemin köbrek rivayet ben. Kimdegim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deb iman etse cennette giredi deydi Kitabullah. Allah'ın kitabı, Kur'an'ın en birinci buyruğu iman. İmandan keyin salih amal iste dep aytты Kur'an. Bir Allah'ın serigi yok, eşkim oğan ortak emes dep şirk kospay iman etkennin amaldarının savabı öte köp. Amal isteydi bırak. Allah'a serik kosadı birevler, eşbir paydası savabı yok, kuru kalıp kaladı key birevler. Savabın paydasın bilay koy, küne boladı şirk kossa. Osu ömürde ahirette payda boladı desen şirk kospa. Allah rizası üçün amalın jasagan, hizmet etken, öte ulkan savap tabadı, ömürü ıhlas ben ötken. Elhamdülillah dep bir Allah'a şükürçülük etip, kulçuluklarыңды istey ber savabın bir Allah'dan kütüp. Bir Allah'dan kütsen mine ıhlaslı kul boldun. Birövlerden kütken jaup tastaydı özü jolun. Yüp tögüp köl gösür kılıp beredi Allah bir özü, adamdardı sebep kıladı elemderdi, bul Kur'an'ның sözü. Kur'an'ның aytkanları men, Peygamber'дің hadisleri men, terbiye alıp, ösüp oturumuz kasiyetli elçinin elisteri men. Endi mine sizlerge arnayı edis təsilderin, jetkizemin Peygamberimizдің erekşe hadislerin. Allah rizalığı üçün ıhlasben istelgen az bir amalga Allah'ın sansız savap beretinin yüretti Peygamberimiz sonda. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Muaz, hel tedri ma hakkullahi alel ibad ve ma hakkul ibadi alallah? Kâle, Allahu ve Resuluhu a'lem. Kâle, فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Ey Muaz dedi bir sahabasına, Allah'ın kuldarga akısı var. Kuldardın da Allah'ın aldında alatın akısı var. Allah'ın adamlar tuğralı akısının ne ekenin bilesin be? Adamdardın da Allah'daki akısının ne ekenin bilesin be? Muaz aytdı. Allah ve Resuluhu alem. Eşbir sahaba men bilem demeydi. Peygamberimiz yürötü təsilimen oslay surak suraydı da özü cevap veredi. Bunun mağanası Muaz aytdı. Allah biledi. Jene Allah'ın Resulü biledi. Biz qaydan bilemiz? Allah barlık nerseni biledi. Bu suraktın cevabını da jakсы biledi Allah. Allah'ın üretken Resulü elçisi de jakсы biledi. Mine hürmetli dostlar, sahabalarga dindi jetkizip üretүү üçün
Пайғамбарымыздың методикасы, үйрету тәсілі осылай болатын. Алдымен өзі сұрақ сұрап, назарын аударатын. Сонда ешбір сахаба мен білемін, бұл сұрақтың жауабы осылай деп айтпай, үндемей отыратын. Алла және Расул елшісі тағы жақсы біледі. Біз білмейміз. Алла Расулына айтады, Расулы бізге айтады дейді. Мен ештеңе білмеймін, өзіңіз айтып үйретіңіз деді. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалам өзі сұрағына өзі былай жауап берді. Яғни дінді үйретіп жеткізді. Алланың құлдарына ақысы бар. Адамдарды жоқтан жаратып өмір берген Алла олардан мынаны күтеді. Нені күтеді? Ешбір нәрсені серік қоспай Аллаға иман ету. Құлдардың, яғни адам баласының міндеті осы. Аллаға ширк қоспай, құлшылық ибадаттарын жасау керек. Егер Алламен бірге басқаларын, біреулерді, немесе бір нәрселерді ортақ қосып дұға қылса, құлшылық етсе, бұл құлшылық емес. Яғни ол кісі Аллаға серік қосып, басқаларына да құл болғанын, құлшылық еткенін көрсетеді. Сондықтан Алладан басқа ешкімге құлшылық етілмейді. Сондықтан Алланың құлымын деген кісі тек қана бір Аллаға құлшылық жасау керек. Бір Аллаға дуа қылып, жалғыз одан сұрау керек. Басқа біреулерді қосатын болса, басқа нәрселерді қосып сұрайтын болса, ширк қосқан болады. Алла тағала құлдарынан ширк қоспай иман етулерін, тек қана өзінен сұрап дуа қылуларын қалайды. Бұл міне Алланың ақысы. Әлбетте Алла осыны орындағандарды риза қылады, сұрақтарын береді, тілектеріне жеткізеді. Ал енді құлдардың да адамдардың да Алладан күткен ақылары бар. Ширк қоспай иман етіп, құл болып ғибадаттарын жасағандарға Алла тағаланың азап тарттырмауы. Міне осыны күтеді. Сонда Алла әлбетте мен азап тарттырмаймын дейді. Егер ширк қоспаса, Алла тағала ол кісіні тозақтың азабынан құтқарады. Осы өмірде де қиыншылықтардан, азап тартудан, уайым қайғылардан қорғайды. Құрметті достар, осы сахаба Муаз радиаллаху анху туралы бір хадисті тағы да жеткізіп берейін. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтты: «Я Муаз, күніне қанша рет зікір айтасың?» Мен байқаймын, сен күніне 10.000 рет «Ла илаха иллаллах» деп айтып жүрсің, тәсбих тартып жүрсің ғой. Ал енді мен саған мына кәлимелерді, қасиетті сөздерді, дұғаларды үйретейін. Бұл кәлимелер сенің 10.000 рет зікір етуіңнен артық және өте оңай. «Ла юхсихи малайкатун вала гайруху». Саған үйрететінімді оқысаң, сауабын мелайк періштелер де басқалары да санап бітіріп жаза алмайды. Санауға, жазуға қуаттары жетпейді, шамалары келмейді. «Ла илаха иллаллах адада халқихи, ла илаха иллаллах адада калиматихи, لا إله إلا الله زينة عرشه، لا إله إلا الله ملء سماواته، لا إله إلا الله مثل ذلك معه، والحمد لله مثل ذلك معه». Жаңбырдың берекетіндей, ауаның күшіндей, күннің нұрындай жомарттықпен көбейтеді осыны оқитын болсаң, деді пайғамбарымыз осы Муаз радиаллаху анхуға. Құрметті достар, мен бүгін сіздерге қысқа нұсқа, көп уақытқа созылмайды, 3 рет айтсаң 10.000 рет айтқандай. Не 10.000 деген не? Қазір мағынасын айтқанда түсінесіздер. 10.000 емес, сансыз сауапқа бөленетіндеріңді пайғамбарымыздың айтуымен сүйіншілеп отырмын. Оны да осы Рамазанның, осы Қадір түнінің, осы Наурыздың, жаңа күннің, жаңа айдың, жаңа мерзімнің, көктемнің және айттың құрметіне сіздерге сыйлық деп сыйлап отырмын.
Mağnası Allah'ın yaratkan mahluklarının esepsiz sanınday. Allah Teala'nın yaratkan mahluklarının esepsiz sanınday. Canvarlardan cansız bolsa da barlık yaratılışlardan, yerdeki tabiqattagı, kök aspandagı elemlerдің barlığının esepke sıymaytın köptügündey. La ilahe illallah dep aytamın. Sol mağnada janagı. Ol birow gana. Äri olardyň esepsiz sanınday, äri barlığının Allah'ını tesbih etip öz tillerimen, hizmetlerimen, hareketlerimen Allah'ını zikir etkendey köp la ilahe illallah deymin. Ağaçlar köktemde köktep jatır. Жазда da, kışta da, жердің астында жатsa da Allah Teala'nı zikir kılıp jatır. Sonday men de zikir kılamın. Yulduzlar, ay, gün, arş, hava, su, ot, toprak, barlık elementler, zatlar, nerseler Allah'ını kaytıp tesbih etip jatkan bolsa, men de solarga kosulamın. Barlığının köptügündey esepsiz sanınday la ilahe illallah dep zikir aytamın. Bunu men aytkam jok, Paygambarımız aytıp otur. Paygambarımız öz oyundan çıkarıp oturgan jok. Allah'ını madahtayımçı, Allah'a kompliment aytayımçı dep oturgan jok. Allah Teala özü üretip osunu oku dedi Paygambarımızga. Ümmetine üret dedi. Mine gördünüz mü Allah'ın rahmeti. Bir denden bir ağaç çıkadı. Janagı bir gram bolmagan bir denden bir ağaç çıkıp neşe tonuna jemis çıkadı. Mine görüp otursuzlar birovundan gana. Sol siyaktı mine Müslümanların okugan zikirlerinin östüp aytatın bolsa. Allah'ın kelimelerinin sözlerinin köptügündey la ilahe illallah deymin. Allah'ın kelimeleri elbette bitmeydi. Barlık denizler, muhitler siyah bolsa, ağaçlar, ormanlar kalan bolsa, jetesi köbeyip kosulsa, odan da köp bolsa, barlığı bitip ketedi. Allah'ın kelimeleri, sözleri bitmeydi. Men de la ilahe illallah adede kelimatihi dep zikir aytamın. Allah'ın kelimelerinin köptügündey la ilahe illallah deymin. La ilahe illallah zinete arşihi. Allah'ın arşının ağırlığınday. Arştın ağırlığı oңay mı? Arş. Sonday köp aytamın. Hürmet olsa arş. Barlık alemdi korşap durgan en jogargı alem. Arştan keyin bir jagında kürsü var. Kürsünün içinde barlık yıldızlar var. Barlık arştın kasında bir tarıday. Zerredey gana. Mine olsa arştın ağırlığın kim eseptey aladı? Men de Allah Teala'nı la ilahe illallah adede zinete arşihi dep zikir aytamın. Allah'dan başka ilah yok dep aytamın. La ilahe illallah dep arştın ağırlığından da ağır salmaktı köp zikirmen zikir etemin. La ilahe illallah mil'es semavatihi kök asbandı tolturgan barlık alemderdey zikir etemin. La ilahe illallah misle zalike ma'hu mine oslardan barlığınday köp la ilahe illallah deymin. Velhamdülillahi misle zalike ma'hu Allah'a madak sözünde elhamdülillah degende osu teslimen aytamın dep ayt dep Paygambarımız üretti. Mine Paygambarımız Aleyhisselam'ın zikir tesili, zikir metodikası. Hürmetli dostlar, Allah'ın muciza sıylıkları, sansız rahmet bereketleri bitmeytin, hikmet kalamatları var. Barlığına elhamdülillah, subhanallah, Allahu ekber, la ilahe illallah dep jüremiz. An Cüveyriyete radıyallahu anha kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لقد قلت بعدك أن أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Peygamberimiz ayeli Cüveyriye radıyallahu anha anamızdan rivayet etilgen hadis bulay. Peygamberimiz
aleyhisselam taң namazına шыққанда, мешітке кіргенде, мен алдымдағы неше мыңдай құрманың дәндерімен, жинап қойған кішкентай ұсақ тастармен санап отырып зікір тәсбихімді оқи бастадым. Намаздан кейін күн шығып көтерілгенде пайғамбарымыз менің қасыма келді. Сонда маған былай айтты: мен сенен шығып бара жатқанда мына 4 кәлиматты, осы 4 зікір тәсбих сөзін 3 рет қана оқыдым. Ал сен болсаң, таң атпай тұрып бастаған кәлимелеріңді әлі оқып отырсың. Алдыңдағы құрманың дәндерін, ұсақ тастарын әлі бітірген жоқсың. Өйткені ол санаулы. Сен қанша мың рет оқысаң да, мен 3 рет мынаны оқыдым. Егер сенің кәлимелеріңмен менің оқыған 3 кәлиматым тартылатын болса, рухани таразыда өлшейтін болса, менің оқыған осы 3 кәлима сенің неше сағаттан бері оқығандарыңнан ауыр болады, сауабы өте көп болады. Міне саған үйрететін сауабы көп, рухани таразыда өте ауыр және құнды, бағалы, өте қымбатты, қасиетті кәлималар. Осыны 3 рет қайталасаң болды. Субханаллахи ва бихамди, адада халқихи, ва рыза нефсихи, ва зината аршихи, ва мидада кәлиматихи. Осыны 3 рет қайтала дейді. Алла тағаланы тәсбих етемін, және Аллаға мадақ, мақлұқаттың сюрприз бітпейтін есепсіз санындай. Оның қанша екенін білмейсің. Алла тағала біледі оның қанша екенін. Құрметті туыстар, алдыңғы хадисте мақлұқаттарының саны деген сөзді айттық. Варза нефсихинің мағынасы Алланың ризасындай көп тәсбих және мадақ болсын. Яғни Алла тағала разы болатындай деген мағынада. Бұл зікірдің де санына жете алмаймыз. Алла өзі риза болып береді. Уазинета аршихи, Алланың аршының ауырлығындай деген сөзді айттық. Уамидада кәлиматихи, Алланың кәлиматы туралы да түсіндірдім. Демек, құрметті туыстар, пайғамбарымыздың Жебраил арқылы Алладан үйреніп оқыған және Жуайрия радиаллаху анха анамызға үйреткен, сонымен бізге де үйреткен тәсбих мадақ сөзі міне осындай өте құнды, бағалы, сауабы көп, өте қымбат сөз. Мысалы, Алланың мақлұқтарының есепсіз санындай десек, барлық әлемдегілерден бір ағашты ғана ойлайықшы. Бір ағашты ғана ойлайықшы. Жалғыз мына көктемде бір ағашты ғана ойлайықшы. Бір тал ағаштың қаншама жапырағы бар, гүлдері және жемістері бар. Санауға шамамыз жетпейді. Ағаштың иісіне дейін, маңайындағы жәндіктерге дейін ойлаңыздаршы. Қаншама құрт құмырсқа, қаншама жәндік бар бір ағаштың төңірегінде. Топырақты десеңші, құрамындағыларды санап бітіре алмаймыз. Бір тамшы судың құрамындағыларды да зерттеп, санап бітіру мүмкін емес. Ондай болса біздің істейтініміз тек қана осы методикамен, Расулулланың үйреткен осы тәсілімен, осы нәбәви жолмен, осы рухани тәрбиемен оқуымыз керек. Болама, бұл қалай деген кісі сенбегендіктен, күдіктенгендіктен құр қалып қалады. Дін, иман, сенесің. Иә, мен иман еттім, сендім деп оқысақ болды. Неше мың құрманың сүйегімен дәні, неше мың ұсақ тастарды санап отырғанша, маржан санағанша 3 рет оқысақ болды міне. Сүйінші Алланың үлкен мұғжизасы, әлхамдулилля. Субханаллахи ва бихамдихи. Ва бихамдихи деген, жаңағы әлхамдулилля деген сөз. Тәсбихмен бірге. Ескерту. Санап оқитын тек қана 5 вақыт намаздан кейінгі 33 рет Субханалла, 33 рет Әлхамдулилля, 33 рет Аллаху Акбар. Бұл туралы хадис бар. Ал енді басқа жолдарын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйретіп сүйіншілеген.
An Aliyin radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men serrahu en yunsa fi umurihi ve yunsara ala aduvihi ve yuvessi'a aleyhi fi rizqihi ve yuqa meytetes su'i felyekul hine yumsi ve hine yusbihu selase merrat. Subhanallah mil'el mizan ve muntehel ilmi ve meblegar rıda ve zinetel arş. La ilahe illallah misle zâlike ma'hu. Allahu ekber misle zâlike ma'hu. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet etken hadisin sizlerge jetkizip bereyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem былай aytты. Kimdegim ömür jasının uzak boluğun kalasa, köp ömür sürүү onu kuvandıratın bolsa mınanı okusun. Jana düşmandarımdı jengeyim dese, düşmandarga karşı Allah magan kömök berip jardam etip jеңistикке жеткизсин деп oylasa okusun. Rızdıgının köp boluğun, baylıkka jetip keng rızdıkka iye boluğdu kalasa okusun. Jaman ölümden, jaman aurumen ölүүден, avariyadan, apatqa uçuraudan saktanıp korganamın dese mınanı okusun. Mına duanı tаңертең кешке 3 ret okusun, okup жүрсün деп Hazreti Ali'ye үйretті radıyallahu anh'a. Sonda Allah Teala oğan uzak ömür beredi, düşmanlarına karşı jеңistикке jetkizedi. Ol adamga kömök beredi, rizqin köbeytip baylık beredi. Jaman ölümden, jaman auruga, avariyaga uçuraudan korgaydı. Osu kelimelerdi 3 ret tаңертең kешке okup жүрse boldu dedi. Subhanallah mil'el mizan. Жаңа okuduk koy hadiste. Yeni mağnasını bileyin. Subhanallah mil'el mizan. Mizan tarazını tolturatınday Subhanallah dep tesbih aytamın. Ve muntehel ilmi. Allah'ın ölümünün bitbeytinin dey, eş bitbeytin tavsulmaytın ilimin dey aytamın. Ve meblegar rıda. Allah'ın rizalığına jetüdü kalap tesbih aytamın. Subhanallah deymin. Ve zinetel arş. Allah'ın arşının ağırlığınday Subhanallah deymin. La ilahe illallah misle zâlike ma'hu. Misle zâlike ma'hu. Del osulay. Osunşa la ilahe illallah deymin. Allahu ekber misle zâlike ma'hu. Jene osulayşa Allahu ekber dep Allah Teala'nı uluqtayımın, hürmetli ustalar. Bulardı bir ustazın kasından yürüyüp almasa, durustab yürüyüp almasa, kitaplarda da durustab jetkizbeydi. Misalı, Allahu ekber misle zâlike ma'hu degenin mağnası ne degensiz? Bağınağını kaytala degensiz. Del osulay. Allahu ekber'de de osulay aytdegensiz. Allahu ekber mil'el mizan ve muntehel ilmi ve meblegar rıda ve zinetel arş degensiz. Bırak Peygamberimiz aytsın kıskaça düşündürdü. Osunu bir ustazdın aldından, әсіресе ruhani bir ruhaniyeti bar kısmının aldından yürünü gerek. Aytbese kıskaça özümüzün okuytun kıska kündölüklü Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber'de okup jursek de boladı. Al mınav ne dinimizde oslay öte ulkun sıylıklar bar ekenin bilingizler dep sizlerge osu hürmetli Ramazan ayının soğuna tayap kalganda, osu hasiyetli meyramga жалғасып жатқанда, күнмен түннің теңеліп қайтадан жаңа күн болғанына, жаңа өмірдің басталғанына, Nuh пайғамбар сияқты адамдардың қайтадан көбеюіне, осы өмірге, дүниеге, жер бетіне жайылуына себеп болған, Қадір түнінің Құранның түскен түн екеніне, осы күннен бастап Қадір түнін Құранды тек қана осы жылы, осы айда ғана емес, басқа уақыттарда осыны біліп оқу керек екенін түсіндіру үшін сіздерге сыйлық болсын деп отырмын. Құранды бәрі, адамдардың бәрі оқи алмайды, бірақ ішінен таңдап кейбір аяттарды оқуға рұқсат болғанын, сауабының көп екенін өткендегі уағыздарында айттым. Қайталамай-ақ қояйын. Құрметті достар, бұл хадистердегі сансыз кәлимат, зікір, тәсбихтердің қанша екенін, сауабын және пайдасын, нәтижесін және неше миллиард екенін бір Алла ғана біледі. Өзі үйреткендіктен бір Алла өзі риза болады. Biz 3 ret okuyumuz, bırak
Qancha ekanini Allah bilib, sыйлығын осы өмірде де, ахиретте де сүйіншілеп береді. Tek kana sensek boldu, iman etsek boldu, okusak boldu. Bolama, bolmayma, bul qalay dep oylagandарға пайдасы жоқ. Өйткені dinimiz iman. Odan keyin amal. Tecrübe etip göreyim дейтіндер де құр қалып қалады. Kene bolğanı dep tastap ketkenler de endi bola bергende tastap құр қалады. Сондықтан din деген амалын жасау, сеніп iman ету, қабылдап бір Алладан күту. Hazreti Ali'дің radıyallahu anh'ın rivayet etken bu hadiste tek kana осы 4 нәрсеге жету емес. Allah rıza bolsa bарлық тілектерімізге жетеміз. Uzak ömür, düşmandardı жеңу, залымдарды құртып жоғалту, рыздық, байлық, жаман өлімнен сақтану белгілі 4 сүйінші. Ал басқа көп деген mucizalары бар. Allah'ın mucizası bitmeydi. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber ve lillahil hamd. An Enes ibn Malik radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâle subhanallahi adede halqihi, subhanallahi rıza nefsihi, subhanallahi zinete arşihi, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billah, misle zâlike ma'ahu. فذلك خير له من أن يجمع ما بين المشرق والمغرب ويدأب الملائكة أياما يكتبون ولا يحصون ما قال. Enes İbn Malik radıyallahu anh rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu. Kimdegim cenagi okugan Subhanallahi adede halqihi, Subhanallahi rıza nefsihi, Subhanallahi zinete arşihi, velhamdülillah osulay, La ilahe illallah osulay, Allahu Ekber osulay, La havle ve la kuvvete illa billah osulay, misle zelike mahu degen osulay işediniz. Del osulay, osu metodikamen, osu teslimen okuytun bolsa deydi, öte көп пайдасы бар. Бұл оған öte hayırlı, öte пайдалы. Maşrıktan mağrıpқа дейін, шығыстан батысқа дейін бұл dünyanın mal mülüklerin жинаудан артық. Melaik perişteler onun okuğandарын жазбақшы болса da жазып бітіре алмайды. Жазуға не айтқанына, қандай сауап болғанына шамасы келмегендіктен жазып жинай алмайды. Ne айтып жатыр, не деген көп? Ой, арыштың ауырлығындай қандай сауап жазамыз біз? Ең кішкентай бір ағаштың жапырағындай бір ағаштың ғана барлық ормандарды санашы, бітіре аласың ба? Барлық жұлдыздар, күндер, ғаламдар бәрін айтты ғой. Біз қайтып санаймыз деп періштелер таң қалады екен. Subhanallah adede halqihi mağnasın bұрынғы hadisтерде айттым. Velhamdülillah деп дәл осылай айтсын. La ilahe illallah деп дәл осылай айтсын. Allahu Ekber деп осылай айтсын. La havle ve la kuvvete illa billah деп осылай айтсын. Мысалы, la havle ve la kuvvete illa billah sizler осыны көп естисіздер, көп оқисыздар ғой. Соны 100 рет, 1000 рет оқығанша оқисыздар. Былай оқитын болсаңыздар, миллиард. Білмеймін. Періштелер де білмейді. Сондай көп оқыған боласыңыздар. Қайтып оқисыздар. La havle ve la kuvvete illa billah adede halqihi, la havle ve la kuvvete illa billah rıza nefsihi, la havle ve la kuvvete illa billah zinete arşihi деген сияқты. Құрметті достар, Құрандағы бақиятус салихаттың не екенін бұрын сіздерге жеткіздім. Міне бұл хадисте де жеке айтылса да, негізі бақиятус салихат, яғни Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi de барлығын жинап айту туралы да hadis var. Mine az bir amalga sansız sevap, Allah'ın mucizası, Allah'ın bitmeytin baylığı. An Sa'd ibn Sa'd radıyallahu anhu. Sa'd ibn degen Ebi Vakkas, Sa'd ibn Ebi Vakkas, Kazak Ebi Vakkas deb жүрмейді. Sa'd ibn Ebi Vakkas deb жүрмейді. Sa'd Vakkas dей салады. Sa'd Vakkas radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis былай. Ennehu
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى وحسن تسبح به فقال لها أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك معه deb ayt dedi. Әңгімені айтay қалды мен. Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh aytты. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem paygamberimizden birge bir әйелдің қасына келдік. Ол әйелдің алдында құрманың дәндері және басқа жемістердің дәндерімен көптеген ұсақ тастар бар болатын. Кәне біз өсігінде тастарды, құрмалар жинамаймыз да, неше мың маржанға оралған тәсбихаттарымыз болады. Demek şart емес екен. Мынаны бір рет, екі рет, үш рет оқысаң, одан артық. Ал, үш рет емес, мынаны қайта оқи беретін болсаң, оның санына кім жетеді ау? Осындай ұсақ тастар, құрманың дәндері бар болатын, бірақ санаулы көп алдына жиып қойыпты. Бұл дәндерді және тастарды санап қойған екен. Өйткені тәсбih тартып оқыған сайын ұсақ тастарды алып екінші жаққа қояды екен. Субханалла, әлхамдулилlah деп қайта. Санаулы тас қой, бітіру керек. Қашан бітеді ол? Санаулы дәндерімен, тастарымен зікір тәсбихтерін айтып отырғанда пайғамбарымыз осыларды көзімен көріп, істегендерін және оқығандарын көргенде былай айтты. Саған айтып үйретейін бе? Бұдан да оңай, бұдан да жеңіл және абзал, сауабы көп, өте артық, өте жақсы бір жолын үйретіп хабар берейін бе? Деді. Жаңағы тәсбихатты оқыды. Мен қайталамай-ақ қояйын. Уақыт өтіп бара жатыр. Алланы тәсбih етемін көк аспандағы жаратқандарының, махлуқтарының есепсіз санындай. Subhanallah adede ma halaka fis semai көк аспандағы. Ал Subhanallah adede ma halaka fil ardı Allah'ını ұлықтап тәсбih етемін жер шарындағы жаратқандарының, махлуқаттарының сансыз болғанындай. Жердегі қайтып сайыз, мен осы бөлмемнің өзінде қаншама көзге көрінбейтін мына ауаның, мына судың құрамындағылар, мына электриктің, мына тоқтың, мына жан-жақтағы болған нәрселердің санын бітіре аласыңдар ма? Bir шаңның да санын бітіре алмайсың. Соның барлығы деген сөз. Bir бөлме деген емес, барлық жер шарындағыдар дейді. Тек қана көрінетін нәрсе емес, көрінбейтін нәрселерде. Алла пәк, Аллаға ширк қоспаймын деп өстіп айтып отырмын. Жер мен көктің арасындағы жаратылғандардың есепсіз санындай. Аллаға ширк қоспай тәсбih етемін. Алланың жарататын, осыдан былай да жаратып жатқан махлуқаттарының санындай зікір айтамын, тәсбih айтамын деп, айт деп үйретті пайғамбарымыз алейхиссалам жаңағы әйелге. Мына Hazreti Ali'ге үйреткені оқып жүргесен емес, елге жол көрсету үшін. Әсіресе екі әйел міне жетеді. Екі әйелге, демек әйелдер көп оқу, көп зікір қылу, көп тәсбih ату туралы ер адамдардан артық. Олар көп оқығысы келеді. Көп оқитын болсаң, өстіп оқы деп пайғамбарымыз осыны көп оқы деп үйреткен, міне көрдіңіздер ме? Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссалам біреу өз әйелі, біреу басқа бір сахабаның әйелі болатын. Аллаху акбар, валхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, ва ла хаула ва ла қуввата илля биллах, мисле залика мааху.
Mına kelimelerdi, osu kasiyetli sözlerdi de osulayşa oku. Däl osulay okup orundasan, mına mıngdagan denderдің sanынан da, neşe mыңдай жинап санап қойған усақ тастарының бәрінен де артық сауап табасың. Бұл үйреткенім саған өте оңай, өте жеңіл, және өте абзал, өте артық. Хадистің қазақшасы мынау, жаңағы арабшасында осы сөздер бар негізінде. Сауап жағынан да, ықылас жағынан да, беріліп оқу жағынан да шаршамай, жалықпай, ерінбей, оқу жағынан да өте артық, өте жоғары дәрежедегі зікір, тәсбих болады. Деп, осыны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәл осылай үйретті, дейді. Hazreti Sa'd Vakkas radıyallahu anh бұл хадисті жеткізген. Құрметті туыстар, енді бізде егер неше жүз, неше мың оқуғымыз келсе, осы тәсілмен, пайғамбарымыздың үйреткен методикасымен 3 рет оқып, қайтадан 3 рет оқысақ, қайтадан 3 рет оқысақ деген сияқты жалғастыра берсек, миллиард есепсіз оқыған боламыз. Бұлардың есебіне мелаик періштелер жете алмайды, тек қана осылай оқыды деп жазып қояды, осылай оқып жатыр міне дейді, тек қана. Бұл тәсбих зікірлер туралы пайғамбарымыздың сүйіншілеген хадистерін тыңдайық. Кәтәбаллаху лаху биха хасанат. Алла тағала оған көп хасанат жазады. Бір хасанат 10 сауап. Ал енді көп хасанаттың қанша сауап екенін бір Алла өзі біледі. Жомарттығымен одан әрі көбейтіп береді. Міне Алла тағаланың мұғжизасы, керемет ғажайыбаты, әлемде ғажайыбат, таң ғажайып мұғжизалар, ғаламаттар, хикмет, кереметтер көп дейміз ғой. Тек қана оқиға болып, біздің жұмысымыздың бітуген емес. Болып жатқандардың барлығы, міне күн мен түн, қыс пен жаз, көктем мен күз деген сияқты, барлығы әлемде болған көптеген нәрселер бар. Соның барлығын еске түсір дейді. Жаңағы тәсбихтерді сөйтіп бір жапырақтан бір дәннен аршқа дейін барлығын, жұлдыздарға дейін барлығын айтудың себебі де пайғамбарымыздың соларды түсініп айт дейді. Соларды жаратқан Алла, маған да сондай сауап береді Алла деп ойлап Аллаға сеніңдер дейді. Жәннетте әлбетте миллиард еселеп береді. Варафағаллаху лаху дәрәжат. Алла тағала оған көп дәрежелер береді. Мәртебесін көтереді. Өте жоғары орындарды сыйлайды. Ваваккалаллаху бихи мәләике. Ястағфируна лаху иля яумил қияма. Алла тағала ол кісіге осы зікір тәсбихтері үшін мелаик періштелер тағайындап, уәкіл қылып, истиғфар еттіреді. Ол адамға уәкіл болған бұл мелаик періштелер қиямет күніне дейін истиғфар етіп, Алладан кешірім сұрайды. Өзің қанша оқисың? 1 сағат оқисың, шаршайсың, жатасың, демаласың, басқа бір жұмыс істейсің. Бірақ мелаик періштелер қиямет қайымге дейін сенің сол сөзіңді қайталай береді. Қайтып қайталайды, білесің ба? Аршқа шығады да сенің дауысыңмен, сенің бейнеңмен, сенің көрінісіңмен, сенің суретіңменен. Сонда басқа періштелер, мына кісі білеміз. Осы неше жылдан бері осы кісінің дауысын жаттап болдық, түрін де көріп болдық дейді. Басқа адамдар жоқ бекен дейді. Демек, басқа адамдар да сол дәрежеге жетем десе, орнына уәкіл, уәккалаллаху деген уәкіл, орнына тағайындаған қызметкер періштелер деген сөз. Уәкіл болған, соның орнына оқитын періштелерді Алла мелаиктер жаратады да, сол мелаик періштелер соның атынан оқи береді. Не деген оңай нәрсе бұл? Не деген үлкен керемет? Не деген Алла тағаланың мұғжизасы бұл? Не деген үлкен Алла тағаланың байлығы? Ол адамға уәкіл болған бұл мелаик періште қиямет күніне дейін истиғфар етеді. Яғни кешір Алла, кешір дейді. Соның оқығанын қайталап оқи береді, соның дауысымен, соның суретімен бейнеленіп. Міне Алла тағаланың біздің аз бір амалымызға сансыз сауап, пайда және сыйлықтар беруі, үлкен керемет, ғажайып ғаламат, илахи мұғжизат,
elhamdülillah, Allahu ekber ve lillahil hamd. Hürmetli dostlar, mine osıların barlığın biz Allah Tağala'nın mucizaları dep bilemiz, sütüp okuyumuz. Kale Adem aleyhisselam, ya Rabbi şagaletni bi kesbi yedi feallimni şey'en fihim mecami'ul hamdi ve tesbihi. فأوحى الله تعالى إليه إذا أصبحت فقل ثلاثا وإذا أمسيت فقل ثلاثا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده فذلك مجامع الحمد والتسبيح. Adam ata var koy, bizden en algaçkı adam Hazreti Adam aleyhisselam Allah'a dua kıldı yer betine tüskönde. Ya Rabbi, meni kolummen jumus istep, can saktau turalı şugullandırdın, bala şagam bar mene, üyüm var. Sonduktan kolum tiymeydi, vaktim yok. Köp kulçuluk isteymin desem de, osu ömürde tabıs tabu üçün, bala şagamda asrap saktau üçün kolum tiymeydi. Mağan arnayı bir dua, jeke bir kulçuluk ibadat üretçi ya Rabbi dedi. Sağan madak aytatın sözlerde, tesbih aytatın, okuytun kelimelerde yüröte gör ya Rabbi. Allah Teala sonda Adam ataga vahiy kılıp mına dua sözlerini yüröttü. Tengerten geçke 3 ret oku, osunu okup jür dedi, onu okuytun bolsan dedi. Barlık tesbihatlarda, kelimetlerde madak elhamdülillah degen sözlerde aytkan bolasın dedi. Ol ne? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden yuafi ni'amehu ve yukafi'u mezide. Mine bul madak sözü şükürçülük duası. Jana barlık madaktar men tesbihlerdi kamtıytın dua. Mağnası bulay, hürmetli dostlar. Barlık nimetlerdi Allah'ın bergen barlık жақсылықтардың şükürü üçün. Jana odan da köp nimetlerge jetetindey bir madak ben. Sonu karşı alatınday bir madak ben. Alemlerдің Rabbisi Allah'a madak bolsun. Barlık madak Allah'a gene. Hürmetli dostlar. Allah Tağala'nın Hazreti Adem Aleyhisselam'a Adam ataga üretken bul madak duasını okuganda barlık madak sözlerimen bir Allah'a madak etetinimizdi suyunçüledi. Jana başka tesbih sözlerinde okuganday bolamız. Başka tesbih sözlerde okumasan da okuganday bolasın. Ütkönü mine fezalike bul mecamiul hamdi ve tesbihi. Madak elhamdın jana tesbih yani subhanallah'ın barlığın. Bizde subhanallah degen söz yok bolsa da elhamdülillahi Rabbil alemin degenin içinde. Yok bolsa da barlık kelimelerdi, dualardı okuganday bolasın. Kıska nuska bolsa da mine öte köp savabı var dedi. Peygamberimiz olsun bizge üretti hürmetli dostlar. Endi sizlerge Peygamberimizden osu hadislerimen amal jasap okup жүрген galım ulamalardan, meşayih evliyelerden osu təsillermen, nebevi metodikamen Peygamberimizge aytkan salavatlarından bir neçe salavatты misal üçün jetkizip bereyin. Mına salavatlar Peygamberimizin janagı duaların ülgü koyup soğan uksatıp Peygamberimizge da aytayık onda degen negizinde Peygamberimizge aytkan Allahümme salli Allahümme barik degen salli barik degen salat İbrahimiye degen Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barekte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Osudan artık çok bırak. Sahabalar özlerini toxtatalmay Peygamberimizin mahabbati menen bulay salavatlardı ne kıldı? Janagı ülgümen, tesilmen, metodikamen köbeytip okudu.
Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed bi'adedi evraqil eşcar. Ve Allah Muhammed'ke jene ali Muhammed'ke ağaçlardın japrağınday sansız salavat jiber. Bi'adedi kataratil emtar, жаңбырдың тамшыларының санындай көп салауат. Қаншама жаңбыр болса, барлық жаңбырдың тамшыларының сансыз көптігіндей салауат жібер деді. Құрметті достар, пайғамбарымыз жаңбырдың, ағаштың деп отырған жоқ. Әлемдегі барлық Алланың жаратқандарының деп қысқа нұсқа, бірақ ең көбін айта салды. Ал ғалымдар, әулиелер осын түсіндіру үшін жеке-жеке айтты. Міне көрдіңіздер ма? Құрметті достар, осы сияқты көп салауаттарды ғалым ғұламалар, мәшайх, әулиелер өздері жазып, өздері оқып жүрді. Негізі пайғамбарымыздың бұл сабағымызда айтқан хадистері бойынша тәсбих, зікір, мадақ, дұға сөздерін 3 рет оқығанда деп сүйіншілеуі бойынша оларды оқып жүрген ғұлама әулиелер оқитын, оны да оқитын. Пайғамбарымыздың өзіне де осылай сансыз салауат болсын деп Алладан тілеуді жақсы орындады. Сонда да ағаштардың жапырақтары жаңбырдың тамшыларындай көп салауат деп айтса да, негізінде пайғамбарымыздың хадистеріндегі әлбетте бәрінен көп, бәрінен жоғары. Себебі барлық жаратылғандардың, мақлуқтардың санындай, әлем Алланың риза болатынындай, арштың ауырлығындай, Алланың кәлималарындай, есепсіз көптігіндей деген сөздер әлбетте шексіз сөздер, шексіз сауап. Біз қанша айтсақ та, мадақтасақ та жете алмаймыз. Енді сіздерге осы салауаттардан мысал үшін бірнешеуін жалғастырып берейін. Негізінде қанша мақтап, мадақтасақ та, қандай сөздермен оқысақ та, шындықты айтып отырмыз. Шындығы осылай. Яғни бұдан да көп, өте кереметті, берекелі сөздер. Бұлар комплимент емес. Шындықты айтып жеткізейік деп оқыған ғалымдардың сөздері. Бәрібір өзімізге жеңіл, оңай, әрі сауабы көп. Пайғамбарымыздың махаббатымен шыдай алмай міне осы салауаттарды оқып жеткізді ғұлама әулиелер. Алла ризалығы үшін. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا نبي الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. Milyon salavat және сәлем саған болсын, уа Алланың Расулы елшісі. Миллиард салават және сәлем саған болсын, я Неби Алла, Алланың пайғамбары. Неше мың миллион салават және сәлем саған болсын, ей Алланың сүйіктісі. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed bi'adede ilmik. Ya Allah, Allah'ıma Muhammed'ke jene Muhammed'in üyüsüne, ehline, eline, iliminin sanınday salavat jiber. Allah'ın ilimin kim bitir aladı, kim sanay aladı? Allah'ın ilimi bitmeydi, mümkün emes. Elemdi jaratıp oturuyor, odan da köp Allah'ın ilimi. Bi'adedil matari vel qatri. Bәрінің басына Allahümme salli ala бар. Men qısqartıp oturman. Mınanı gene aytayın. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed bi'adedil matari vel qatri. Жаңбырдың санындай, тамшыларының көптігіндей, bi'adedi şeceri ve evraqiha. Ağaçlardың сансыз көптігіндей, көп болған жапырағындай. Bi'adedin nebati ve ezhariha. Өсімдіктердің, шөптердің және олардың гүлдерінің сан алуанындай. Bi'adedil bihari ve hitaniha. Теңіздердің, мұхиттардың және ішіндегі балықтардың қыруар санындай салауатты пайғамбарға жібер, я Алла.
Allah'ıma osunu ösüp yetkizişi menin atımdan. Men jiberip jatırmın degen söz. Bi'adedil bihari ve emvaciha. Bu anda Allahümme bastayışçı. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed bi'adedil bihari ve emvaciha. Tenizlerдің jene tolkundarının köptügündey, okuyan muhittardın jene sularının şaykalıvınday köp salavat jibere gör. Bi'adedil bihari ve zebediha. Muhittardın jene sularının köbüklerinin dey köp salavat jiber. Bi'adedil hububi ve simer. Denderdin jene jemisterdin esepsiz sanınday. Bi'adedir remli fil qifar. Şöldegi kumdardın sansız köptügündey. Saharadağı şöl daladağı kumdardın kırvar sanınday. Uşuğu yeri jok, ulan baytak, ulu dalanın toprağının kumdarının sansızlığınday. Sonday sansız köp koy, sonday köp salavattı. Menin atımdan jiberşi peygambarına, Muhammed'e jine aleyhisselam, onun ehli beytine, onun eline, üyüşü. Ehli beyt degen tekkene peygamberimizin bel evletleri gelmez, yol evletleri de, yani onun yolundan yürüyen bizlerge de tiyede o salavat. Esime түспөтті. Peygamberimizin hadisi var. Eğer mağan bir salavat aytsanlar Allah Teala senlerge 10 ret salavat aytat deydi. Salavat degen ne? Nurun javduru, ruhaniyetin javduru, nuraniyet ve ruhaniyet bilen senlerde adamdardı savapları menen küçöytedi. 10 ret. Biz bir ret aytamız Allah'ın. Biz sansız ret ayttık. Allah Teala sansız ret jibiredi. Künelerini keşiredi 10 ret deydi. Bir salavatka. Biz sansız ret aytıp yatırımız, onday bolsa sansız ret künelerimizi keşiredi. Estağfurullah deyip jeke aytıp yürümesen de Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed deyip kıskaş ayta salsan da Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barekte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Kalganın ötken sabahlarını ayttım koy. Allahümme ve terahham, Allahümme ve tehannen, Allahümme ve sellim degen salavatlar da var. Biz negizinde sizlerin baslarınızda şarşatmay tekkene namaz okup yürgen salavatты jetkizsem boldu koy dep ülgünü sodan alıp oturmun. Namazda okugan sol bir salavatты okuytun bolsak, istiğfar etkende bizim özümüzün istiğfar etip bizdi keş künelerimizi dep aytıp zarlap жүргөнчө salavat ben Allah Teala eң bolmaganda 10 milyon keme sallayte keme berekte degen onday köp sevap. Keme sallayte keme berektenin manasını bilesizdirmi? Keme. Ya Allah sen İbrahim'ge aytkan salavatыңдай. Sen kaytıp ayttın, biz kaydan bilemiz ya Allah. Bir. İkincisi, sen kanşa meret ayttın İbrahim'ge. Sonday salavatı Muhammed'ge de jetkiz dedik. Oy. Onday bolsa Allah Teala bizim sansız günelerimizde salavat ben geçirip jibерedi. Onday bolsa salavat okungдар. Başkalarını da okuyberingler, başkalarını da. Köp bolmaydı. Odan jakсы boladı. Eң köp okuyun beseň salavatты oku. Al perişteler deydi, ol adamды korgaydı, korşaydı. Allah Teala'nın buyruğumen deydi. Men batamdı beremin deydi. Әсіресе Cuma günü mağan salavatlarını köp jiberiңдер. Cuma günü arnayı, oraza arnayı namaz yok. Cuma namazı gana var. Artık namaz okuyumun, artık oraza tutayımın demeyek salavat okungдар deydi. Al bugün Cuma'da okup oturgan bolsak, bu orazanın cuması. Orazanın cuması o oraza ustaladı. Orazanın 4 cumasında da oraza ustaladı. Başka cumalarda aytıp otur Peygamberimiz. Tek özüңgen ustama. Bir ustaymın desem, misalı Aşura degen kasiyetli bir gün gelip kaldı. O da Cuma'ga gelip kaldı. Endi aytam desem, bir gün burun usta nemese bir gün keyin kosup usta deydi.
Beysenbi cuma nemese beysenbi cuma senbi dep 3 gün usta nemese 2 gün usta. Hürmetli ustalar. Bi'adedil leyli ven nehar. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Bi'adedil leyli ven nehar. Күндүздөрдүң, түндөрдүң санындай, күндүзтүнү болуп жаткандардын, күндүзтүнү көп нерсе болуп жатыр гой. Барлык вакыйгалардын, өмүрдөгүлөрдүн санындагыдай салаватты жибер. Biz okuduk, biz jiber almayız. Salavattın kayıtıp jiberilетін kандай ekenen, күшün kандай ekenen biz kaydan bilemiz? Allah biledi. Allah özü jiberedi. Biz sonu tilep jatırmız bir Allah'dan. Birov aytады, salavatты көп okup paygambarımızga tabınıp kettin mi? Жоқ. Allah'a tabınıp oturmuz, Allah'dan surap oturmuz. Bir Allah'dan surayımız, Allah'dan. Bir Allah'dan surayımız. Allah bir oğan. Paygambarımızga surap oturmuz. Paygambarimizin mahabbatымен surap oturmuz. Çıdamayı. Paygambarimizga dua kılıp жатканбыз жоқ. Allah'a dua kılıp paygambarimizga surap жатырмыз. Paygambarimizga salavat tilep жатырмыз, selam tilep жатырмыз, bereket tilep жатырмыз, tahannun tilep жатырмыз, tarahham tilep жатырмыз. Olsun bärin başka sabahlarını ayttım goy endi. Bi'adedi sahri vel hasa. Tau tastardın, şan topraktardın köptügündey, biadedi tuyuri ve asvatiha, barlık kustardın, jana davustarının esepsiz sanınday, biadedil eyyami ve saatiha, zamanның, ömürdün, kündördün köptügündey, jana sagattardın köptügündey salavat. Sagattardın işte minutlar var, sekundlar var, sekundun en kiçkinesine de esime düşmüyor durum. Sonday köp salavat. Bi'adedil melaikati ve tesbihihim. Melaik periştelerдің jana olardың okugan zikir tesbihlerinin köptügündey sansız, san alvan salavattardı paygambarımızga jiberip, mening de selemimdi arnayı aytıp jetkize gör, va Rabbim Allah. Osu mağınasın aytkan salavattardı jinap, kıskaça okup savabını bağışlap vereyim. Elfi salatin ve elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfi salatin ve elfi selamin aleyke ya Nebiyallah. Elfi salatin ve elfi selamin aleyke ya Habiballah. Allahümme salli, Allahümme barik diyeceğini okuduk. Allah berim bilip otur. Sonun savabını da bağışlayınız. Bağınağı tesbihat, cahil, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Onlardan da savabını bağışlayınız. Endi ulamalarning aytgan mına salavatlar men okup savabını bağışlap bereyim arnayı. Bu ne? Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed bi'adedi ilmik ve bi'adedil matari vel qatri وبعدد الشجر وأوراقها وبعدد النبات وأزهارها وبعدد البحار وحيتانها وبعدد البحار وأمواجها وبعدد البحار وزبدها وبعدد الحبوب والثمار وبعدد الرمل والقفار وبعدد الليل والنهار وبعدد الصخر والحصى وبعدد الطيور وأصواتها وبعدد الأيام وساعاتها وبعدد الملائكة وتسبيحهم. Allahümme ya Rabbi okuyan salavatlarımda, bağımdan beri aytkan zikirlerimde, tesbihlerimde. Sansız savapların özüme gan emes, osu paygambarımızga bağışladım. Ehli beyt sahabalarına bağışladım. Burungu enbiyelerge, evliyelerge bağışladım. Sıddıklarga, şehitlerge, salihlerge bağışladım. Osu sabahımda tыңдап oturgan musulmandardın, körörmenderdin menin arnayı şakirtlerim deyim olarga. Oların özlerini de bağışladım, tirige de bağışladılar ha, teginde. Tirige savap bağışlamayım mı? Elbette muhtaçız. Savabımız köbeyse, küşümüz köbeyede duamız kabul bolat degen söz. Künelerimiz keşiriledi, jamanlıklar ketет degen söz. Mağnası.
Özümüzge de, özüme de bağışladım. Bala şağama, tuğus tuğanlarıma da bağışladım. Ata babalarıma da bağışladım. Onların ata babalarına da, tuğus tuğanlarına da bağışladım. Elbette birovlar aytadi, men tuğus tuğanlar içinde meni köre almay жүрген, men düşman bolup жүрген, zulumduk istegen, jamandık istegenler var. Onlar da Allah biledi. Onlar da iriktep tastaydı Allah. Bärimizin işimizde onday bar. Onlar da Allah Taala iriktep tastaydı. Sonduktan oğusagan negatiflerdi bastarыңızga жыйнамаңыздар. Namaz okup tursan da oyuna gele kaladı koy. Bir negatif. Sonduktan negatiflerden kaçуу gerek. Men o jagын keyin İmam Azam'ın bir vaazında düşündürüp beremin. Allah Taala elimizge amandık versin. Kazakistanımızga nurun, baylığın, kut bereketlerin jaudursun. Ramazan ayındagı kulçuluk ibadatlarınız, barlık ömürdeki salihalı amallarınız kabul bolsun. Kadir tünü, oraza aytı kutlu bolsun. Mine arnayı Ramazan ayında kelip oturup bir yıl kelesi ay men oylayım, kelesi ay kalenderge karagam jok. Қазір ойлап отырмын, есептегем де жоқ. Келесі ай 10 gün burun oraza kelse 20 осы вақтарда айт болып қояды. Демек осы вақтарда айт болып қойса, әгер нұр үстіне нұр деген сияқты ораза айты да жаңағы ораза мейрамы да жаңағы наурыз мейрамы да бірге сол 3 күннің ішінде болуы мүмкін. Дұрыс есептегем жоқ, бірақ сөйтіп oyşa eseptep oturmun. Yani Allah Taala'nın berетін жақсылықтары bitpeydi. Bere bersin. Kelesi Ramazanға jana aytlarga Allah Taala jetkizsin bärimizdi. Ahirette de cennetin nasip etsin, bizge bersin, hurmetli dostlar. Eli Ramazan bitken jok. Eli Kadir tünü kutluktaydın günümüz kelgen jok. Birak her günümüzde Kadir günündey, her tünümüzde Kadir tünündey kadirin bilip, kasiyetin bilip, kulçuluğumuzu istey beremiz. Ramazan ayı bittiğinde, o endi işten istemeyim demeyimiz, odan arı istey beremiz. Sonda kadirin bilgen barlık tündörümüz Kadir tünü boladı. Kadirin bilgen barlık kündörümüz Kadir günü boladı. Okugan Kur'an okusak barlık günümüz, barlık minut saatlarımız Kur'an'ın saati boladı. Kulçuluk ibadatımız, tesbihlerimiz, salavatlarımız boladı. Köp salavatlarımızı okuyup Allah Taala riza olsun, kabul etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu Ekber.